Өзүңдү вирустук абылдан калай сактоого болот? Максаты окуучуларга кашыктан окутуудун эрежеликтерин және вирустук оорудан сактануу жолдарын түшүндүрүү. Бүгүнкү биздин сынып сагатыбыздын такырыбы. Кашыктан окутуудун эрежелери. Биринчи, дурус тамактануу. Баланын компьютерде дурус отуруу болуу керек. Дене шынықтыруу жаттоолорун жасоо және серуенге чыгуу. Сонымен қатар, компьютер мен смартфон тек ойын үшін емес, енді оқу үшін. Аз мөлшердегі онлайн сабақ көп мөлшердегі сенің жеке оқуыңа байланысты. Белгіленген уақыт бойынша онлайн сабақтарға кіресің, ал қалған уақытта оқулықтың, дәптердің көмегімен жеке тапсырмаларды орындайтын боласың. Күн тәртібін құрып алайық. Бірінші ол үшін ұйқы, тамақтану, сабақ уақытын жоспарлау, өз бетінше оқу уақытын белгілеу. Мұғаліммен кері байланыста болыңыз. Материалды меңгеруге қиындықтар тап болсаңыз, сынып жетекшіге немесе пән мұғаліміне хабарласыңыз. Оқуға жағдай жасаңыз, сабақ оқитын орын ыңғайлы, тыныш болуы керек. Артық заттарды алып тастаңыз. Келесі, өзіңізді вирустық аурудан қалай сақтауға болады? Ауа тамшылау жолмен беріліп әртүрлі вирустық ауруларды жұқтырудан өзіңізді және өзіңіздің жақындарыңызды құтылуға көмектесетін 5 қарапайым ережені таныстыруға болады. Бірінші, жөтелген немесе түшірген кезде аузыңызды және мұрныңызды майлықпен және орамалмен жабыңыз. Қайталанған майлықтарды қоқыс себетіне тастаңыз. Қол орамал майлық болмаған кезде алақан емес, шынтақ еліне жүгіріңіз. Өйткені әдеттегідей аузыңызды алақанмен жабу арқылы жұққан түйіршіктерді, яғни су тамшыларын басқа адамдарға жұқтыруыңыз мүмкін. Және қоғамдық жерлерде айналадағы адамдарға жұғу тәуелділігін азайту мақсатында жөтелі бар адамдарға және барлық адамдарға да аузына бетперде тағып жүру керек. Қолыңызды жылы сумен жуыңыз. Қолдарды тазалау үшін спирттік негіз заттарды пайдаланыңыз. Және қолыңызды ерніңізге, мұрныңызға, көзіңізге тигізуге тырысыңыз. Бұл 5 ережесінің денсаулығыңызды сақтауға көмектеседі. Дені саудың жаны сау. Сонымен құрметті оқушылар, сендерге оқуда мол табыс тілеймін. Биылғы жылдарың сәтті, жемісті болсын.